Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз ол меншік құқығы тақырыбы. Жалпы меншік дегеніміз не? Яғни саған тиесілі зат, сенің иелігіндегі затты біз меншік деп айтамыз. Зат дегенде сіздің иелік етуіңіз, пайдалануыңыз, иелік етуіңіз, ол бізде меншік деген мағынаны білдіреді. Кеттік, меншік лауазым түрлі нысанда көрініс береді. Яғни бұл дегеніміз не? Меншіктік лауазым дегеніміз. Яғни сіз меншікті қалай иемдене аласыз? Меншік иесі деп қалай атала аласыз деген сияқты мағына. Біріншісі, мемлекеттік тіркеу арқылы, яғни сіз жылжымайтын мүлкіңізді мемлекетке тіркейсіз, үйіңіз болсын, тіпті көлігіңіз болсын, сіз оны тіркейсіз мемлекеттік тіркеу арқылы. Екінші, соттың меншік құқығын тану арқылы, ол түсінікті, білмеймін, вендикциялық немесе негаторлық талап жасау арқылы, немесе талап қою арқылы сіз өз меншігіңізге қайтарып алдыңыз, және сот оны таныды, сонымен сіздің меншігіңізде қалды деген сияқты. Келесі, мүліктің иесі деп тану құжатпен расталады, мемлекеттік тіркеуді немесе сот шешімімен қажет етпейтін белгілі бір мүліктің иесі деп тану құжатпен расталады. Мысалы, телефон, телефонды сіз, мына телефон именно сіздікі екенін қайдан біледі, яғни өзінің коробкасы бар, документі бар деген сияқты, арнайы сіз мемлекеттік тіркеуге тіркелмейсіз, бірақ мүліктің иесі болып таныла аласыз. Және меншіктік лауазым мүліктің аталған тұлғадан табылу фактісімен расталуы мүмкін. Сонымен акцент беретін сөздер қарамен берілген түр. Біріншісі мемлекеттік тіркеу арқылы, екіншісі соттың меншік құқығын тану арқылы, мүліктің иесі деп тану және аталған тұлғадан табылу фактісі арқылы. Келесі, меншік құқығының тоқтатылуы, яғни екі негізде жүреді. Біріншісі, ол қалауы, яғни сен оны біреуге сатып жібердің, немесе бас тарттың, Екіншісі, еркінен тыс, меншік иесінің қайтыс болуы, оны мүліктен айыру, мүліктің бүлінуі, жойылуы деген сияқты. Келесі, меншік иесі, яғни мүлік иесіне мүлікті мәжбүрлі түрде алуға мынандай жағдайларда ғана жол беріледі. Яғни мәжбүрлі түрде қай кезде ала аласың. Біріншісі, ол меншік иесінің міндеттемелері бойынша мүлікті өндіріп алу. Бұл дегеніміз не? Меншік иесінің міндеттемелері бойынша мүлікті өндіріп алу. Яғни белгілі бір тұрғыда сен бір міндеттемені орындамаған жағдайда не істейді? Мемлекет тартып алады, өндіріп алады деген сияқты. Екінші, заң бойынша бұл адамға тиесілі емес мүлікті мәжбүрлі түрде алу. Ол түсінікті деген ойдамын. Яғни заң бойынша сізге тиесілі емес, оны не істеді? Мемлекет мәжбүрлі түрде тартып алды. Келесі, үшіншісі, ол мүлікті мемлекеттің өз меншігіне алуы. Реквизиция дегеніміз ол заңды тұрғыда алу, мысалы төтенше жағдай кезінде, төтенше жағдай дегенде соғыс кезінде, мысалы сіздің көлігіңізді пайдалана алады, рұқсатпен заңды тұрғыда, яғни өтемақы төлеп. Келесі, тәркілеу, ол түсінікті деген ойдамын. То же самое, сіз міндеттемелеріңізді орындамаған жағдайда мүлкіңізді тәркілейді, немесе белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жағдайда, жаза сізге тәркілеу жазасы тағайындалса, сіздің меншігіңізді тәркілей алады. Келесі, жер учаскесін алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен мәжбүрлі түрде шығару. Жер учаскесін алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен мәжбүрлі түрде шығару. Келесі, ұқыпсыз сақталған тарих және мәдениет ескерткіштерін, мәдени құндылықтарды мәжбүрлі түрде алу. Бұл түсінікті деген ойдамын, сіз белгілі бір қайраткерлердің, білмеймін, сізде мәдениет ескерткіштері болса, мәжбүрлі түрде ұқыпсыз пайдалансаңыз тартып алады. Келесі, ұлттандыру, ол меншігіңізді мемлекеттің меншігіне өткізу. Кеттік, келесі, тәркілеу дегеніміз түсінікті, құқық бұзушылық жасағандығы үшін меншік иесінен мүлікті сот тәртібімен ақысыз алу. Ұлттандыру деген жеке меншіктегі мүлікті мемлекет меншігіне өткізу. Және екі дегенде бізде үш талап бар енді, бірақ екі негізгі талап, ол виндикциялық талап, негаторлық талап. Яғни виндикциялық талап, яғни табиғи сақталған жеке зат болу мүмкін дейді. Виндикциялық талаптың мақсаты заңды иеленушінің затқа ие болуын қалпына келтіру. Яғни, қысқаша айтқан кезде, мынау сіздің затыңыз, яғни менің затымды қайтар деген мағынаға саяды. Мысалы, бір сотка, ол сотка сіздікі еді, біреуден тауып алдыңыз, не істейсіз? Ол сотка сіздікі екендігін растап, өзіңізге иемдене аласыз, яғни затыңызды қайтар.
Ал негаторлық талап мүлік иесінің басқа да өкілеттіктерін жүзеге асыруға кедергі келтіретін іс-әрекеттер жасау арқылы меншік құқығы бұзылуы мүмкін. Біреу қайтару болса, ал екіншісі негаторлық талап кедергі келтіретін, яғни сіз үйіңіз бар, үйіңізге, білмеймін, көршіңіздің ағаштар өсіп, терезесіне ықпал етіп, білмеймін, кедергі келтіріп тұр. Не істейсіз? Ол ағашты кестірте аласыз, немесе көршіңіз жақын жерге сізді үйін салып қойған, заборын салып қойған деген сияқты. Егер бір апат болған жағдайда ол өрт сізге қарай да келуі мүмкін, яғни өзіндік ережелер бар. Сол кезде кедергі келтіретін іс-әрекеттер жасаған кезде талап ете алады екенсіз. Келесі екеуін түсіндірдім. Негаторлық пен виндикциялық. Сосын зиян деген ұғым бар бізде. Зиян деген ұғымымыз құқы бұзылған тұлғаның бұзылған құқықты қалпына келтіруге жұмсалатын шығындары. Шығын деп жаттап аламыз. Енді зиян ол бізде екіге бөлінеді: нақты залал және жоғалтқан пайдаға. Нақты залал дегеніміз жәбірленушінің өз мүлкін қалпына келтіруге жұмсайтын немесе жұмсауға тиіс шығындары. Түсінікті ғой? Жәбірленушінің өз мүлкін қалпына келтіруге жұмсайтын шығындары. Ал жоғалтқан пайда, мысалы былай: сізде машина бар еді, ол машинаны, білмеймін, апат болып сындырып алдыңыз, и ол машинамен сіз таксовать етіп ақша табатын едіңіз. Немесе үйіңіз өртеніп кетті, үй өртенгенге дейін сіз арендаға беріп көбірек ақша тауып жатыр едіңіз. Сол, пайда қазір жоқ, ол жоғалып кетті деп түсіндірейін ба, қалай түсіндірейін? Сіз пайда табуыңыз керек еді, бірақ дәл қазіргі моментте жағдайға байланысты сіз таппай жатырсыз. Соны біз жоғалтқан пайда деп айтамыз. Келесі тақырып ол бізде міндеттемелі құқық тақырыбы. Келесі тақырыпта көріскенше.